барысында онлайн кету арқылы біз сабағымызды бастаймыз. Правай қойыңыздар. 1, 2, 3 сырымыз ішіп ыптымыз, жолға оқты тастаймыз, біз сабақты баспаймыз. Бір деген бірінші топқа, екі дегенде екінші топқа баруымыз. Одан екінші сабақ барысында дескрипторлар арқылы әркім жауап берген есім бағалап тұрамыз өз-өзіміз. Ескерлерді ақпараттарды оқу керек. Кім айтатын дейді? Бар ма? Арсен айтатын үшін. Сөйлейсіз. Қызыл кітап халықаралық табиғат қорғау одағының құжаттарының бірі. Қызыл кітапқа сирек кездесетін жылдан жылға азайып не жойылып бара жатқан жануарлар кіреді. Бара жатқан түрлердің тізімі енгізілген. Жабайы омыртқа 87 түрінің және өсімдіктердің 303 түрінің қазіргі таралуы санының жай-күйі биологиясы туралы мәліметтер келтірілген. Енді осы мамандықтардың бір-біріне ұқсас мамандықтар бар ма? Қай мамандықтар бір-біріне ұқсас? Аңшы балықшы. Аңшы балықшы. Неліктен ұқсас екен? Аңшы аң аулайды, балықшы балық аулайды. Қандай мамандық? Тәрбиеші, оқытушы. Тәрбиеші, оқытушы. Неліктен ұқсас? Тәрбие береді, оқытушы білім береді. Тәрбиеші қайда тәрбие береді? Балаларға Оқытушы. бақтаршы балықшы. Бақташы балықшы не? Айталым. Бақтаршы малды күтіміз. Малды. Бақта, жеміс, ағаштар күтеді. Ал малшы, малды бақтар күтеді. Яғни екеуі де бақтар күтуші. Ал енді бізде не қалды? Орманшы және қорықшы деген сөз. Ал орманшы деген қорықшы бізге әзірше Белгісіз. ал енді дүрлі осы мамандықтың қайсына керек деп ойлайсыздар? Дәл сені жауап қой. Ал дүрлі деген сөз қандай? Қандай сөз? Қорықтар. Олай болса бүгін біздің тақырыбымыз Қорықтар. мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз. Және де сұраққа жауапты анықтамалы кітаптардан, жинақтардан, сөздіктерден табамыз, ақпаратты белгілі бір үлгідегі кестеге саламыз. Түсіндік па? Бүгінгі біздің мақсатымыз осы. Қазіргі уақытта нақты 10 қорық жұмыс істейді. Олар Ақсу жабағылы, Наурызым, Алматы, Барсакелмес, Қорғалжын, Марқакөл, Үстірт, Батыс Алтай, Алакөл, Қарғау қорықтары. Қорықтардың басты мақсаты өсімдіктер мен жануарлар дүниесін сақтау, табиғат кешендерінің табиғи даму заңдылықтарын анықтау. 76 жылы құрылған және Марқакөл ауданының аумағында орналасқан. Ауданы 71.367 гектар, оның ішінде 5.521 гектар орманды, 2.194 гектар шабындық алқап. Жәндіктер мен өсімдіктер тіршілік етеді. Адамдар оларды бойынша бір балл. Жұмға тапсырма. Яғни өздеріне оқыған жаңағы мәтіннен қайсысы ұнады, қандай мәлімет қызық болды және тоқиқасы туралы бөліміз. Және дерек көздеріне берейін.
қоқиқаз туралы айта берейік. Бізге марқакөл қойылым ұнады. Өйткені ол жерде жануарлар мен өсімдіктерге бай. Иә. Ал қоқиқаздарға келетін болсақ, қоқиқаздардың тұмсығы Тыңдаймыз. көзге жарамды тіршілік иелерін судан бөліп алатын қызмет атқарады. Және де қоқиқаздар суда бір аяқтап тұрып ұйықтайды. Иә, қоқиқаз бір аяқтап тұрып ұйықтайды екен. Аха, тағы. Бар ма? Ал. Орнымызға тұрайық. Мен қазір сіздерге суреттер мен кестеге, осы кестеде Қазақстанда мекен-жайдың жануарларын суретін табамызда атауын кестеге жазамыз. Әрине біреулер қаладан айтып Қазақстанда мекен-жайдың жануарларын атауын жазамыз. Тыңдаймыз қалғаныз. Жылан, ай, қоян, тиін, қасқыр, аққу, кеме, Мекен-жай. Жолбарыс, ағайын, керік, маймыл, көбе, зебра, Және су сиыр, иә? Және екі. Қау барысы бізде бар ма балалар? Меркеде мекен-жай жануарлар емес, қау барысы бар. Балалар мен. Дегеніміз не? дегеніміз Біреуіміз. жан жануарлар Және және стаждар. өсімдіктер қорғауға алынған жер. Келісеміз бе балалар? Иә. Жануарлар, өсімдіктер, құстар қорғауға алынған жерді сорып тұрады. Сізде қанша бала екенін маған айтасыздар? Қанша болды? Үйге қосымша еліміздегі қорықтар туралы біліп келеміз.